Сіздермен бірге Арафат. Бүгін біз жалпы үңгір туралы түсінікті айтамыз. Үңгір дегеніміз не? Мұздық үңгірлер, бастапқы үңгірлер деген үңгірлерді айтатын боламыз. Сонымен бірінші үңгір деген не екенін айту. Үңгір дегеніміз адам кіретіндей көлемде немесе одан да үлкен болып кететін жартастағы саңылау. Үңгір әдетте тауға көлденеңнен орналасады. Оның ішінде кіру саты арқан табиғи жолмен түзілген жер асты бөлігі немесе шұңқыры керек. Үңгірлердің ғылыми атауы спелеология деп аталады. Үңгірлер тарихи кезеңге дейін уақыттардан бері қарай табиғи тартымдылығымен тәріздес австралопитек сүйегі мен қарабайыр неандертал үңгірлерден адамның сүйегі Германияның неандертал қаласындағы үңгірден табылған. Үңгірлер бірнеше түрге бөлінеді. Ергіш жынысты үңгірлер жер суының баяу қозғалысының нәтижесінде доломит, мрамор және гипс сияқты карбонат және сульфат жартастардан тұрады. Лава үңгірлері жанартау атқылаған кезде лава ағынының сыртқы бетін суып қатайған кезде пайда болады. Ал теңіз үңгірлері үлкен толқындардың жартас жиегінің әлсіз жерлерін жиі шайып тұрақты қозғалуынан түзіледі. Мұздық үңгірлер еріген судан түзіледі. Өте қызықты. Австралопитек адамның арғы тегі неандертал адамы қаңқа қалдықтары ғана сақталған ертедегі адамдардың жеке тобы. Лава жанартау әсерінен жер бетіне төгілетін отты сұйық балқыма. Сонымен үңгірлерге Карлсбад үңгірі, Флинт-Мамонт үңгірі жатады екен. Қазақстанда қанша үңгір бар? Қазақстанда 140-тан астам үңгір бар. Қаратау жоталарында 80-нен астам үңгір кездеседі. Олардан басқа Талас, Алатауы мен Өтем жоталарында 20, Үстірт пен Маңғыстауда 4, Сарыарқада 12, Алтай, Қалбат, Тарбағатайда 5, Жетісу Алатауында 2, Іле Алатауында 6 үңгір есепке алынған. Әлемдегі үңгірлердің басым көпшілігі ергіш жынысты үңгірлер. Ең ұзын үңгір ақш-тың Кентукки штатындағы Флинт-Мамонт үңгірі. Оның ұзындығы 500 шақырымға жуық. 500. Қызық екен. Ең үлкен үңгір бөлмесі Карлсбад үңгірінде. Ондағы үлкен бөлме 5,6 гектарға тең. 1974 жылы Кентуккидегі Флинт-Мамонт үңгіріне 1,5 миллионға жуық адам саяхаттады. 1,5 миллионға жуық адам. Қызық екен. Үңгірлер ерте заманнан қазірге дейін адамдар мен жануарларға баспана болып келеді. Бастапқы үңгірлер. Кейбір үңгірлер тау жыныстарымен бір мезгілде пайда болған. Олар бастапқы үңгірлер деп аталады. Жыныс түзілген кезде үңгір кеңістігі бос болып қалады. Бастапқы үңгірлерге лава, көпіршік, туф және риф үңгірлері жатады. Лава туннелдері жанартау белсенділігінің арқасында пайда болады. Олардың ең көп таралған бастапқы үңгірлер болып табылады. Лавалық үңгірлер және жанартау белсенділігінің арқасында пайда болатын бастапқы үңгірлерге жатады. Әктасты туф үңгірлері әктасты туф немесе кальций карбонатының қоспасынан пайда болатын алғашқы үңгірлер болып табылады. Риф үңгірлері маржан ішінде немесе губкалы рифтердің ішінде өсуімен түзіледі.
Ал туф құрылыс материалы ретінде қолданылатын тау жынысы. Риф су астындағы құз. Лава туннелдері қалай түзіледі? Көптеген лава туннелдері сұйық лаваның жанартауының жан-жағынан төмен қарай ағуы нәтижесінде пайда болады. Үдеріс кезінде жоғары қабат қатая бастайды және төмендегі лава бетінен төмен туннель арналары болып ағуын жалғастырады. Туннельдер сондай-ақ лава жер бетінде сайларға аққан кезде пайда болады. Аса маңызды лава туннельдері Гавайи аралдарынан табылды. Гавайидағы Ола үңгірлер жүйесі болып табылатын Казумура ақштағы ең терең үңгір. Ең үлкен лавалық үңгір Эфиопия мемлекетіндегі Фантола тауынан табылған. Қызық екен достар. Ал енді теңіз үңгірлері деп атайық. Оларға Рико үңгірі, Санта Крус аралығындағы боялған үңгір, сонымен анемон дегенде теңізде тіршілік ететін сайқымазақ балықтар жүйесінің бір түрі. Түрлі түсті балықтар болады ғой. Солдағы балықтар, губкалар теңіз түбінде немесе су түбіндегі заттарға бекініп қозғалмай тіршілік ететін омыртқасыздардың бір түрі. Теңіз үңгірлерінде тіршілік бар ма? Теңіз үңгірлерінің қабырғалары мен түбінде тіршілік жайнап жатады. Теңіз үңгірлерінің қараңғы жерлері анемондар теңіз жұлдыздарына бермейтін көптеген ұсақ ағзалар үшін тіршілік көп болып табылады. Қызық екен достар. Сонымен біз аяқтаймыз. Лайк басып каналға жазылыңдар. Комментарий жазып кетіңдер. Сау болыңдар.